Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Менің аты жөнім Тошманов Айдос Қобыландыұлы, Ақтөбе автожол колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Ал бүгінгі сабағымыз, кезекті сабағымыз автомобильдерге қызмет көрсету саласындағы ғылыми ақпараттық технологиялар сабағы. Бүгінгі видео сабақтың тақырыбы жүргізушіге көмекші жүйелер. Енді бұл жерде кейбір жүйелерге тоқталып кетеміз. Қазіргі заманауи автокөліктерде көптеп кездеседі бұндай жүйелер. Сол жүйелердің бірнешеуіне тоқталып кетейік. Мұнда келесі жүйе, осы автомобильге көмекші жүйелердің бірі круиз бақылау деп аталады. Ол автомобильді жүргізуші қойған жылдамдықты ұстап тұрады. Жұмыс істеу принципіне келетін болсақ, жүргізуші құрылғы иін тірегіне басу арқылы қалаған жылдамдығын қояды. Қажетті қосынды көлемі дросселдік жапқыш арқылы қозғалтқышқа беріледі. Егер жылдамдық өзгеретін болса, реттеуіш тиісті сигнал алады. Ол серво жетек арқылы дросселдік жапқыш бұрышын және қоспа мөлшерін өзгертеді. Келесі осы круиз бақылауда адаптивті круиз бақылау деген болады. АСС деп ағылшынша қысқартылып айтылады. Бұл жылдамдықты және қашықтықты автоматты түрде реттеу жүйесі. Бұл жүйе 30 км/сағаттан шамамен 200 км/сағат диапазонында жұмыс жасайды. Бір қалыпты қозғалыс кезінде жүргізу күш салуын жояды. Радар сенсорының көмегімен алдағы 100 метр қашықтықта көлік құралы және оның жылдамдығы қамтылады. Бұл жүйе екі режимі бар. Бұл жүйенің еркін қозғалыс және алдағы келе жатқан көлік құралы қозғалысы. Еркін қозғалысы егер жолақ бос болса, круиз бақылау режимінде жұмыс жасайды. Ал егерде алда келе жатқан автокөлік құралының қозғалуы байқасақ, соның жылдамдығын байқаса, алдағы көлік жылдамдығына жанастырады. Яғни бұл жүйе жолақ бос болса, өз қалаған жылдамдығында сіз жүргізуші қойған жылдамдықта жүреді. Ал егер алдыда бір автокөлік келе жатқан болса, сол автокөліктің жылдамдығына автомат түрде өзгереді. Соң жылдамдығымен артынан еріп жүре береді. Адаптивті круиз бақылау автомат түрде реттейді өзі қашықтықта. Мына суретте көріп отырғанымыздай, біріншіде алды жолақ болса, бірінші суретінде өзі сол жылдамдықпен, сіз қойған жылдамдықпен жүріп отырады. Ал егер алдында бір кедергі болатын болса, яғни автокөлік келе жатқан болса, сол автокөліктің жылдамдығымен жүріп отырады. Келесіге тоқталып кетейік. Алдыда келе жатқан автомобильді анықтау жүйесі келесіде. Алдыда келе жатқан автомобильді анықтау үшін радиатор шілтерінде радар сенсоры орнатылған. Ол 3 таратқыштан және қабылдағыштан тұрады. Олар ашу бұрышында 3 градуста 100 метр қашықтықта 3 жолақты тас жолының барлық енін қамтиды. Сигналдың тоқтау уақыты бойынша қашықтық және екі автомобильдің салыстырмалы жылдамдығы анықталады. Қиғаш сызықты қозғалыс барлық жолақ бойынша келе жатқан автомобиль тәрізді ESP сенсоры көмегімен есептеледі. Суретке келетін қарайтын болсақ, радиатор шілтеріне датчик орнатылып, және ол алдағы 100 метр қашықтықта автокөліктің келе жатқанын бақылап, соқтығысудың алдын алады. Келесіге тоқталып кетейік. Келесі жүргізушіге көмекші жүйелердің келесі түрі парктроник. Бұл ультрадыбыстық сигналы бар, парктроник деп аталады. Мен суретте көріп тұрғанымыздай, бұл алдыда және алдыда бамперге, алдыңғы және артқы бамперге автомобильдің орнатылады, және ол іштегі монитор арқылы жүргізушіге сигнал беріп отырады. Монитор болмаса, дыбыстық датчиктер арқылы беріледі. Парктрониктің қызметі, оның көмегімен жүргізуші автомобильді қою немесе артқа қозғалу кезінде кедергіге дейінгі қашықтықты көреді. Сонымен қатар олар акустикалық және оптикалық түрде ескертеді. Жұмыс істеу принципін айтатын болсақ, ультрадыбыстық датчиктер эхолот принципі бойынша жұмыс жасайды. Олар кезекпен және жиілік бойынша ультрадыбыстық сигналдар береді. Одан әрі барлық сенсорлар қабылдауға қосылады және кедергілерден
көрген толқындарды алады. Көрсетілген сигналдардың тоқтау уақыты бойынша кедергіге дейінгі қашықтық және оның орны анықталады. Кедергіге дейінгі қашықтық тым аз болған кезде олар жетекшіге ескертеді және кедергіге дейінгі қашықтықты көрсетеді. Сигнал жиілігі бойынша алда немесе артта кедергі көргендігі анықталады. Оптикалық көрініс бар жүйелер қосымша жетекшіге кедергі дәл қай жерде екендігін көру үшін дисплейде схемалық сурет көрсетеді. Түсінікті ғой, парктроник дегеніміз. Енді автомобильді қою кезіндегі көмек жүйесі деген болады. Бұл да жүргізушіге мына әсіресе жаңадан жүргізіп үйреніп жүрген жүргізушілерге қажет жүйелердің бірі. Бұл жүйе автомобильді қою орнын өлшейді және қоюға бола ма соны көрсетеді. Және мұндай жағдайда көлікті қою кезінде көмек көрсетеді. Егер көлікті қою мүмкін болса, дисплейде бағдар белгіленеді. Оны жүргізуші айналуы және жүріп өтуі тиіс. Активтенген жүйелер кезінде көлікті қою көмекшісі электромеханикалық басқару құрылғысында электромотор көмегімен басқара отырып, руль доңғалағын өзіне алады. Яғни жүйе доңғалақты өзіне алады. Жүргізуші ауыстырып қосуға, газдауға, тежеуге команда алады. Түсінікті ғой? Жүргізуші тек команда алып отырады, газды басуға, тежегішті басуға. Қалған доңғалақтың жүйесін бұл жүйе өзіне алып, қою орнын анықтап, сол машинаны, автокөлікті тұраққа өзі қояды. Автомобильді қою орнын өлшеу міне осындай болады, схемасы суретте көрсетіп тұрғандай. Егер мына екі автокөліктің ортасына тағы бір автокөлік сиятын болса, бұл жүйе өзі анықтап, қоюға бола ма, болмай ма, жүргізушіге сигнал береді. Қозғалыс жолағын ауыстырып қосу көмегі жүйесі, жүйе жүргізушіні көлік құралдары туралы жолақты ниетті ауыстырып қосу кезінде ескертеді. Олар оның артында жылжыған қалыпта болады. Жұмыс істеу принципі сенсорлық радарлар жүргізушіге артқы көрініс айнасынан көрінбейтін кеңістікті бақылайды. Оны бос аймақ деп айтады. Егер сенсорлар осы кеңістікте жақындап келе жатқан автомобильді тіркесе, сигнал шамы жанады, мысалы сыртқы айнада. Егер жыбылықтау бұрылыс нұсқауымен расталса, сигнал шамы жыбылықтайды және ескерту сигналы беріледі. Автомобильді басқаруға араласу болмайды. Жүйе екі жол жағдайын анықтайды. Автомобильдің алдына түсу, сол жақ сыртқы айнаның ескерту сигналы активтендіріледі. Автомобиль 15 км/сағаттан кем емес жылдамдығымен қуып жетеді. Оң жақ сыртқы айнаның ескерту сигналы активтендіріледі. Міне суретте көріп тұрғанымыздай. Келесі жол белгісін бақылау жүйесі. Тас жолда және автомагистралда жолды қасақана ауыстыруды ескертеді. Жүйе жолдың бүйір сызығын қасақана өтуді байқайды. Егер бірыңғай немесе үзілмелі ақ сызық қиыс өтсе, бұл инфрақызыл датчикпен, қабылдағышпен немесе камерамен анықталады және басқару аспабына сигнал жіберіледі. Егер бұдан бұрын қозғалыс жолын ауыстырып қосу белгісі берілмесе, жүргізуші оның орындығына немесе руліне орнатылған дірілдік құрылғы арқылы ескертіледі. Жүйе конфигурациясына байланысты түзетуді жүргізуші ESP жүйесі орындайды. Бұл ретте жеке доңғалақтар арнайы тежеледі. Қажет болған жағдайда руль жетегінің күшейткішін реттеу көмегімен жол таңбасын қиып өту қиындауы мүмкін. Схемасына қарайтын болса, жол белгісін бақылау жүйесі суретте міне осылай болады. Егер жүргізуші дірілдерге көңіл аудармаса және автомобиль ары қарай қозғалыс жолағынан ауытқыса, тежеудің автоматты импульстері автомобильді қайта алдыңғы қозғалыс жолағына қайтарады. Бұл автомагистральдарда, автобандарда өте қажетті жүйе болып табылады екен. Енді инфотейнмент жүйесіне келейік. Бұл ақпаратты сауықтық жүйе аудармасы. Мұнда деректерді тарату, коммуникация және көңіл көтеру сияқты салалар тұспалданады. Бұл да жүргізушіге қажет жүйелердің бірі. Оларға орталық элемент қызмет көрсетуі мүмкін. Немесе бір-біріне тәуелсіз автомобильге орнатылады. Инфотеймент жүйелері келесілерге қолжетімділік береді. Өнімділік және қозғалыс туралы деректерге, телеметрия мен навигацияға, ұялы телефонға және ғаламторға, аудио TV, навигация жүйесі және тағы басқалар. Осының енді бір-екеуіне тоқталып кетейік. Өнімділік және қозғалыс туралы деректер. Құралдар панелінде маңызды ақпарат көрсетіледі. Бұл ақпараттар енді маңыздылығы жоғары, мысалы айналымдар жылдамдығы, саны, қозғалтқыш температурасы,
май қысымы, генератордың және жарықтандыру сигнал шамы, сондай-ақ жеке диагностика қателіктері туралы хабарламалар. Аспап құрал панелі жүргізушінің көру шегінде болады. Сенсорлық сигналдарды өңдейтін және басқа басқару құралдарымен хабарласатын борттық компьютер арқылы келесі ақпаратты алуға болады. Мотор, ажырату және тағы басқалар. Мысалы, отынның орташа шығыны және жүріс қоры, сонымен қатар сұйықтық деңгейі, шамдардың жұмыс істеу, тексеру және тағы сол сияқтылар. Келесі бір маңызды жүйелердің бірі бұл навигациялық жүйелер. Белгілі орнына дейінгі қажетті бағдарды іздеу және бөтен жерде бағдарлану кезінде көмек көрсету. Навигациялық жүйелер келесі міндеттерді орындай алады. Тұрған орнын анықтау, яғни автокөліктің тұрған орнын анықтау. Тұрған орнын жіберу, ағымдағы жол жағдайын ескере отырып қолайлы жолды анықтау. Яғни алдыда бір кептелістер болып қалса, соны айналып өту мүмкіндігін көрсетеді. Қозғалыс бағытын көрсету кезінде мақсат жүргізу. Қазір енді бұл навигациялық жүйенің суретінде көрсетіп тұрғандай, қандай құрал автокөліктің қай жерлерінде орналасатын және спутникпен байланысы қалай байланыс болатынын көрсетіп тұр. Барлық құрамдастар мен шағын жүйелер кіріс сигналдарын навигациялық компьютерлер өңдейді. Қорытынды дисплейде визуалды және тілдің көмегімен жасалады. Автокөліктің дисплейінде болады, мониторында ішінде, немесе дыбыстық сигналдар арқылы да беріледі екен. Енді осы навигациялық жүйенің бір-екеуіне тоқталып кетейік. Мысалы, бір маңыздылары өзінің тұрған орнын анықтау. Автокөліктің бір жерде бір бұзылып қалса, немесе тағы бірдеңелер болып қалып, автокөлік жүре алмай қалса, сол кезде орнын анықтап жібереді екен. Бағдарды анықтау үшін негіз болып табылады. Ғаламдық жайғасым жүйесі GPS деп атайды, оның көмегімен көлік құралының ағымдағы жайын анықтауға болады. GPS 24 геостационарлық серіктерден тұрады. Олар жер төңірегінің әртүрлі орбиталарында орналасқан. Олар бірдей уақыт аралықтарында уақытты және жағдайды идентификациялау сигналын жібереді. Автомобиль навигаторының көмегімен өз жайғасымын анықтау үшін аз дегенде 3 серік қажет. GPS-ті пайдалану кезінде 10 метр дәлдікпен жағдайды анықтауға болады. Ол өте дәл. Автокөліктің 10 метр ғана тек қана ауытқуы болады екен автокөліктің тұрған орны. Өте дәлдік екен. Дәлдікті арттыру үшін автомобиль қозғалысы спидометр және датчик айналыс саны сигналдарымен толтырылады. Осылайша қашықтық өлшенеді және тура сызықты қозғалыс қисық сызықтан ерекшеленеді. Мүмкіндігінше навигатормен орналасқан орынды қажетті түзету жүргізіледі. Олар сыртқы факторлар әсері кезінде туындайды. Мысалы, туннель, белдік арқылы жүру және тағы басқалар. Келесі қолайлы жолды анықтау және динамикалық навигация. Навигацияның келесі түрі. Егер жүргізуші қызметтік элементтер көмегімен немесе ауызша белгілі орнын берсе, навигациялық құрылғы оның орналасқан орнын анықтайды. Сонан соң навигатор бағдарды жоспарлаушы деректерінің негізінде белгілі орнына дейінгі қолайлы жолды есептейді. Спидометр мен айналымдар саны датчигінің мәндері негізінде қашықтық пен бұрылыс қисығының бұрыштары есептеледі. Сенсорлардан алынған жүріп өтілген жолдар туралы деректер CD, DVD және тағы басқа да бағдар жоспарлаушының енгізілген деректерімен салыстырылады. Қажет болған жағдайда түзетіледі. Осылайша көлік құралының жүріп өткен жолдағы мезеттік жайғасымы нақты анықталады. Жол қозғалысының маңызды жағдайлары, мысалы, кептелістер, құрылыс алаңдары, көшелердегі қозғалыстағы шектеулер, қозғалыс учаскесінде коммуникация жүйелері арқасында, мысалы, RDC, EDS немесе интернет арқылы ескерте алады. Бұл яғни алдыда кептелістер болып қалса, мысалы, қалалық жағдайларда өте қажет, соны айналып өту мүмкіндігін көрсетеді. Орналасу орнын жіберу төтенше жағдай немесе бұзылу кезінде автомобильдің тұрған жерін құтқару немесе апаттық қызметке жіберу. Сонымен қатар көлікті айдап кету жағдайында ұрланған автомобильді тез табуға болады. Міне автокөліктің панелінде осындай мониторлар арқылы орнатылады және осылай көрсетіп тұрады және осылай жұмыс істейді. Орнатылған телефондар енді келесі жүйе. Бұл енді телефондарды да бір айтып кетейік. Навигация жүргізушіге қажетті жүйелер, көмекші жүйелердің қатарына бұл да кіреді. Қабылдағыш таратқыштан және түтіктен, сондай-ақ микрофон мен дауыс күшейткіш және қатты дауыс байланыс кешенінен тұрады бұл жүйе. Ұялы телефондар бұл енді ауыспалы құрылғылар бастапқыда автомобильде қолдануға
жасалмаған. Негізі бұл автокөлікте телефонмен сөйлесу, ол мына ПДД дейміз ғой, соған өте қарсы, заңға қайшы. Негізі автокөлікте телефонмен сөйлесуге болмайды. Дегенмен бұл жүйе бар. Қозғалыс кезінде телефонмен сөйлесуге тыйым салынатындықтан олар қатты дауыс байланысымен немесе құлақ қалқанмен жабдықталады. Яғни микрофондармен, громкоговоритель дейді, жаңағы дауыс шығаратын жүйемен немесе құлақ қалқанмен жабдықталады. Енді осылай қысқаша автокөліктерді жүргізушілерінің көмекші жүйелеріне тоқталып кеттік. Осымен сабақ аяқталды. Бүгінгі сабақ. Сау болыңыздар.